ақылдымын, сымбаттымын, көріктімін, батылмын деген сияқты сөздерді жазып қойған болатынмын. Шығарып іліп пайдалансаңыз болады. Бұл мысалы 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныпта балалардың өзіне деген сенімділігі азаяды, өзінің кемшіліктерін көре бастайды, комплекстері пайда болады, өзін басқалармен салыстырады. Соның алдын алу үшін бастауыш сыныптан бастап Америка мектептерінде балаларға өзіне деген сенімділікті, өзін жақсы көруді үйрету мақсатында пайдаланатын әдісі. Яғни жоғары сыныпқа өтпелі кезеңге келгенде бала кемшіліктерінен көрі өзінің жақсылығын көріп, өзін жақсы көріп үйреніп келеді. Осындай үлгілері бар. Кішігірім айнаны іліп, осылай жан-жағына домалақтап қойсаңыз өте әдемі. Қазақ тілінде, тағы да айтамын, Telegram каналда бар. Оған жазу үшін осы төменде көрсетілген телефон номеріне WhatsApp-қа жазсаңыз болады.